Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Делдалдарға сенбеңіз. Зейнетақы жинағын алуда заңды жолдар қандай? Қазақстандықтар зейнетақы ақшасын жинап шығарып беремін дейтін алаяқтар туралы ескерту жасады. Қазақстанның әлеуметтік желі және онлайн платформаларында ең төменгі жеткілік шегінің асатын зейнетақы жинақтарының шығарын алу көмектесу туралы ұсыныстар бар хабарламаларды таратуы жиілеп кетті. Бұл туралы БЖЗ-ға мәлімет етті деп хабарлайды Бақтошка.кз порталы. Әңгіме сыйақы үшін азаматтардың кез келген санатында көлемдердің ресімдеу беруге уәде беріп, делдалдар туралы болып отыр. Сонымен қатар олар өз қызметтері үшін алдын ала төлем жасауды талап етеді. БЖЗ-да бір жолғы зейнетақы төлемдері делдалдарсыз және комиссиясыз жүзеге асырылады. БЖЗ азаматтарының мұндай төлемдерді ретті және екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге асырылуы. Бұл процестің делдалдардың қажет емес екені түсіндірілді. БЖЗ азаматтары мұндай ұсыныстарды елемей және ақпараттық тек ретке дерек көздерден алуға шақырды. Мәліметтерше тексеру және кеңес алу үшін npf.kz сайты, қордың мобильді қосымшасы, сондай-ақ 14-18 кал орталық нөміріне немесе БЖЗ-ға әлеуметтік желідегі ресми парақшасы бар. Бізді жұмышлауды жалғастырыңыз. Саламат болыңыз.